Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Аяла тәттілері. Бүгін осындай өте жұмсақ қаттаманы жасаймыз, яғни пиязбен. Ол үшін бізге жылы су, 2-3 ас қасық сұйық май, жұмыртқа, 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне еліктен өткізілген ұнды салып, жұмсақ қамыр елеміз. Қамырларымыз дәл осындай видеодағыдай жұмсақ болуы қажет. Бетін жауып, 15 минутқа тұндырып қойамыз. Енді ішіндегі салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге пиязымызды дәл видеодағыдай етіп тураймыз. Қатты қалың етпеңіздер, қатты жұқа етпеңіздер. Үстіне сұйық майымызды қосып, осы пиязымызды жақсылап қуырамыз. Пиязымыз осындай жұмсақ болу қажет. Басқа ыдысқа салып суытып аламыз. Және де ішіне осындай сары май 72,5 немесе 82,5% май болғаны жақсы. Сол кезде біздің қаттаманымыз өте жұмсақ болады. Міне достар, 15 минут өтті. Енді қамырымызды зуалап аламыз. Дәл осы рецептпен менде 8 осындай кішкентай нандар шықты. Осылай зуалап қоямыз. Осылай домалақтап, зуалап қоямыз. Жұқа етіп жаямыз. Дәл видеодағыдай қалыңдықта жаясыздар. Сосын ерітілген сары майымызды жағып шығамыз ортасына. Бір келгі етіп, барлық жерге жағып шығамыз. Осы май жаққан қамырымыздың үстіне салмасын саламыз. Пиязды 2-3 қасық саласыздар. Және осылай бір келгі етіп, қамырын шеттеріне жайып шығамыз. Достар, каналымда үнемі шығып отыратын оңай әрі ерекше рецепттерді жібере алмас үшін төмендегі подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Ортасына да осылай сары майды жағамыз. Дәл видеодағыдай орап, шектерін жабуды ұмытпаңыздар. Міне достар, біздің қамырларымыз дайын болды. Осыны енді пакетикке салып, холодильникке 15-20 минутқа қойып қоямыз. 15-20 минут өтті. Байқасаңыздар, мына жерде бізде майларымыз қатқан, яғни жаюға өте оңай болады. Қолмен, дәл мен сияқты қолмен жайсаңыздар да болады, себебі қамырымыз өте жұмсақ. Немесе оқтаумен жайсаңыздар да болады. Мен бұл жерде қолмен жайдым, бір келкетіп, барлық жерін бір келкеттім. Қызып тұрған табамызға салып, екі жағын пісіріп аламыз. Отты өте қатты қоймаңыздар, өте баяу қоймаңыздар, орташа отқа қойып, екі шетін майлап, осылай пісіріп алыңыздар қызарғанша. Міне достар, біздің пияз қосылған қаттаманымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмі өте ерекше. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.